Мына кейбір адамдарға өзі исламда ұйықтау деген көп ұйықтау жағымсыз нәрсе ғой. Бірақ кейбір адамдарға ұйықтау пайдалы екен ғой. Мына көп боқтайтын, әкең шешеңді көп айтатын, ғайбат көп сөйлейтін, өтірік көп айтатын адамдарға бар ғой, исламда не дейді? Ол адамға ұйықтау пайдалы дейді да. Неге? Ол ояу жүрсе шешең, әкең де бекерге күнә алып қалады да. Ұйықтаса ең болмағанда күнә істемейді дейді да. Енді ұйықтап жатқан кезде түсінде боқтасатын шығар, ол адам әдет болып қалған ғой. Бір түсіңіздегі боқтағаныңыз ол амал дәптерге жазылмайды да. Ал ояу кезде әр боқтаған нәрсе сөзіңіз амал дәптеріңізге жазылып отырады. Қияметте сол үшін жауап беруге тура келеді да. Сол үшін ол адамға ұйықтап жату пайдалырақ екен ғой. Тілі тыныш жатады да.